Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша шолу арнасы. Бүгін мен сіздерге Каратель фильмін қысқаша айтып беретін болам. Рио қаласы. Халық жаппай әкімшілік алдында наразылық білдіруде. Жаппай наразылықтың себебі қала губернаторы Сандро Корея денсаулық сақтауға бөлінген ақшаны жымқырғаны анықталды. Соның кесірінен 10 мыңдаған шұғыл түрде операция жасау керек болған адамдар қаза тапты. Осыдан бірнеше күн бұрын жемқорлыққа қарсы жасырын ұйым губернатордың үйін тінтіп, оны жауапқа алған еді. Агент Эду мен Мигель губернатордан құнды ақпарат ала алмады. Бірақ та агенттердің қолдарында губернатор Кореяның бөгде адамдарға менің шаруама аралассаңдар өлтіремін деген аудио жазбасы бар. Соған қарамастан губернатор ештеңеден қорықпайды. Себебі ол мемлекеттен жымқырған ақшасынан түрлі судьялар мен билік адамдарымен бөлісіп отқан. Және де адвокаты келген кезде отбасының қауіпсіздігі үшін оларды Майамиге аттандырғанын айтады. Онымен қоса адвокат агенттердің қолында жеткілікті ақпарат жоқ екенін айтты. Сол үшін де жақын арада сізді босатады дейді. Енді губернатор халықтың шабуылынан қорқып, өзін қорғайтын күзетшілердің санын көбейткісі келеді. Агент Мигель өзінің Алиса есімді қызын қатты жақсы көреді. Дегенмен де ол әйелі Изабелламен ажырасып кеткен. Изабелла Алисаны алып кетуге келгенде, Мигель оған қызын өзімен бірге футбол матчын қарауға жіберуін сұрайды. Бірақ та белгіленген күні Мигель жұмысында кідіріп қалды. Сонда жігіттің серіктесі Эду, мен сенің артыңды жабамын, бара бер дейді. Сөйтіп ол футбол матчына асығып, жолдан қызы Алисаны алып кетті. Осылайша қызымен бірге алаңсыз футбол ойынына бара жатыр еді. Сонда күтпеген жерден Алисаға оқ тиді. Мигель дереу қансырап жатқан қызын жақын жердегі ауруханаға алып келді. Осы жерде қызын дәрігерлер алып кетті. Ал Мигель күтіп тұруға шыдамы жетпей ізінен барады. Сонда реанимация бөлімінде кезек күтіп тұрған жағдайлары өте нашар 10 шақты адамды көрді. Өйткені ауруханаға қаражаттың жеткіліксіздігінен жедел түрде операция жасауға арналған құрылғылар өте тапшы. Осылайша өз кезегіне жете алмаған Алиса көп қан жоғалтып осы жерде қаза тапты. Ал бұл хабарды естіген анасы Изабелла өз құлағына сенбей Мигельді ұрып жатыр. Осыдан кейін Эду қылмыскердің табылмағанын айтты. Және де атылған оқтан алынған экспертизада өз нәтижесін бермеді. Ал Мигель болса қызының өліміне қылмыскерді емес, мемлекеттегі медицина жағдайын кінәлап отқандай. Осы уақытта теледидардан губернатор Кореяның босап шыққанын көрсетіп жатыр. Губернатордың сөзінше, халықтың денсаулығы бірінші орында. Онымен қоса алдағы президент сайлауына өзін кандидат ретінде ұсынбақшы. Ал бұл сөздерді естіген Мигель қатты ашуланып тұр. Алайда Мигель жалғыз емес, әкімшілік алдында бір топ халық өз наразылықтарын білдіруде. Осы кезде Мигель күзетшілер шебін бұзып ішке кіргісі келді. Бірақ та қарауылдар оны ұрып соғып газ баллондарын шашты. Сонда Мигель жақын жердегі газ қағарды басына киіп, осындағы қарауылдардың барлығын бұзып жарып ішке кірді. Онымен қоса ғимараттың ішіндегі қарауылдарды да қырып жоюда. Осылайша ақыры губернатордың кабинетін тауып, оны аямай ұрып соғып соңында өлтіріп тастады. Осы уақытта миллиардер Антонио Гомес министр Марта Реджина мен алдағы сайлауды талқылап жатыр. Осыдан кейін миллиардер басқа да билік өкілдерімен кездесіп, алдағы сайлауда өзінің ұлы Антириниді қолдауды сұрап жатыр. Шенеуніктерге бұл ой аса ұнамады. Сонда Гомес алдағы уақытта оларға қаржылай көмектесетінін айтты. Мигель өзінің жұмыс орнына оралды. Ал басшылары болса оған губернаторды кім өлтіргенін анықтауды тапсырды. Осылайша күдікті ретінде сол күні әкімшілік алдында наразылыққа шыққан 10 шақты адам ұсталды. Бұл адамдардың ішінде Мигель сол күні өзін видеоға түсіріп алған Нина есімді қызды танып қойды. Осыдан соң Мигель ол қыздан жауапты өзім аламын деп шешті. Ал сұрақ жауап кезінде Нина губернаторды өлтірген Мигель екенін білетінін айтты. Онымен қоса болған жағдайды видеоға түсіргенін айтып, өзін бұл жерден босатуын бұйырды. Осыдан бірнеше күн өткен соң Мигель Нинаны көшеден тоқтатып алды. Нина хакер қыз болғандықтан губернатордың компьютерінен ақпараттарды алып беруін сұрады. Сондағы Мигельдің мақсаты басқа да жемқорлыққа қатысы бар шенеуніктерді анықтау. Себебі дәл осы жемқорлықтың кесірінен жазықсыз халық жапа шегуде. Осылайша Мигель әлгіндегі газ қағарды киіп, жемқор шенеуніктерді бірінен соң бірін өлтіруге кірісті. Осыдан кейін бұқарат ақпарат құралдары бұл белгісіз қылмыскерге кек алушы деген ат қойды. Біздің Мигель көп жағдайда снайперлік винтовканы қолданғанды жөн көреді. Ал Нина болса Мигельдің әділеттікті орнатқысы келетінін түсініп тұр.
Алайда Мигельдің өзі қылмыскерге айналғандықтан бұл нәрсеге күмәнмен қарайды. Біздің батыр Нинаның жұмыс орнына келіп, бұл жемқорлардың барлығын бір адам қаржыландырып отыр, және сол адамды маған табуға көмектес дейді. Ал есесіне ол Нинаның түрмеде отырған анасына бостандыққа шығуына көмектесетінін айтты. Алайда қыз нақты жауабын айтпады. Осыдан кейін қыз түрмедегі анасымен жолығып, Нина Мигельге көмектесемін деп шешті. Осыдан кейін Нина біздің батырға жемқорлардың алдағы кездесуі миллиардер Антонио Гомеске тиесілі ғимаратта өтетінін айтты. Онымен қоса Нина бұл ғимараттың бейне бақылауын өзінің ноутбугі арқылы қарап отыра алады. Осыдан кейін Мигель Эдуға жемқорларды өлтіріп жүрген қылмыскер бұрынғы агент болуы мүмкін дейді. Өйткені ол адам өз қылмысын өте кәсіби түрде жасайды және де ешқандай із қалдырмайды деп түсіндірді. Және де Мигель Эдудің іздеу салынып жүрген қылмыскердің өзі екенін біліп қоюы мүмкін екендігін біледі. Агент Эду қылмыскердің келесі жемтігі министр Маргарет Джена болатынына сенімді. Осылайша Эду өзінің білген ақпаратын әріптесімен бөлісу үшін Мигельге қоңырау шалғанда, ол телефонын көтермеді. Ал осы уақытта кек алушы Мигель министр мен Гоместің кездесіп жатқан ғимаратына кіріп келе жатқан еді. Ал Нина болса оған алыстан жол көрсетіп отыр. Дәл осы кезде ғимаратқа Эду да кіріп келді, және ол қылмыскермен бетпе-бет жолықты. Сонда Мигель өзінің әріптесіне зиян келтірмеу үшін одан қашып кетті. Бірақ та осы кезде агент Эду қылмыскерді жаралап үлгерді. Қашып кеткен Мигель Нинадан өзінің жарақатын танып беруді сұрады. Олар енді бұл жемқорлықтың басында миллиардер Гомес тұрғанын білді. Келесі күні Эду мен Мигель өздерінің қоластындағыларға министр Реджинаның жемқорлыққа қатысы бар екені туралы айғақтарды көрсетіп жатыр. Сол кезде бастықтары олардың сөздерін бөліп тастап, одан да кек алушының ізіне түсіңдер дейді. Сонда Мигель әділетті жолмен еш нәрседе жасай алмайтынын түсінді. Оның үстіне бастығының өзі жемқорлармен сатып алынған болуы мүмкін. Енді Мигельге қайтадан кек алушының бет пердесін киетін уақыт келді. Антеро Гомес өзінің вилласында басқа да шенеуніктермен бірге өзінің ұлы Антеринимен алдағы болатын сайлау туралы талқылап жатыр. Антерини бұл кісілердің арасында ұзақ отыра алмай сыртқа қарай шығып кетті. Және осыдан кейін анасы келгенде оған өзінің әлі жас екенін және президент болғысы келмейтінін айтты. Сонда әңгімеге әкесі араласып, Антериниге бұл қадамның өзінің отбасы аяғына нық тұру үшін керек екендігін түсіндіріп бағуда. Ал осы кезде кек алушы миллиардердің баласын көздеп тұрып басынан атты. Осылай жасау арқылы Гоместің баладан айырылғанын қалай болатынын сезінгенін қалайды. Осы жағдайдан кейін Гомес баласының орнына сайлауға өзі түсетінін жариялады. Және осы уақытта миллиардердің жеке киллері ғимараттағы бейнежазбаның кім бақылап отырғанын анықтап, Нинаның жұмыс орнына келіп, оның бастығы Леонды атып өлтірді. Себебі кек алушыға көмектесіп жүрген осы жігіт деп ойлап қалды. Жұмысқа кешігіп келген Нина өзінің бастығының өлі денесін көріп, Мигельге қарай жүгіре жөнелді. Ал бұл уақытта Оливейра өзінің адамдарымен бірге қызды аңдып отырған еді. Сонда Мигель Нинаға қашуды бұйырып, бұзақылармен шайқасқа түсті. Біздің батыр Оливейрадан басқасының барлығын қырып тастады. Ал Оливейра болса уақыт жоғалтпай Нинаны қолға түсірді. Және де кек алушыға егер де қызды құтқарғың келсе, президентке басқа да үміткер Джулио Мачатаны өлтір деп бұйырды. Ал бірнеше уақыттан соң оқиға орнына жасырын агенттер келді. Бұл жерде тексеріп жүрген Эду Мигельдің айпатын тауып алды. Және іздеп жүрген кек алушы өзінің серіктесі Мигель екенін түсініп қойды. Онымен қоса қылмыскердің келесі жемтігі Антеро Гомес екеніне сенімді. Президентке үміткерлердің сайлау алды дебаты басталып жатыр. Мұнда Эдудің отряды Джули Мачатының қауіпсіздігіне жауап береді. Дәл осы кезде кек алушы бірнеше күзетшіні өлтіріп ғимаратқа кірді. Негізінде Джулио Мачадо жұмысына адал саясаткер. Ал мұнда кек алушы әйелді нысанаға алып тұр. Және осы кезде оған Эду келіп кедергі жасады. Агент пен қылмыскер де бір-біріне тапанша тақады, бірақ та атуға екеуінің де қолы бармайды. Осы кезде Эду әріптесіне сен жемқорларды өлтіремін деп өзің де қылмыскерге айналдың дейді. Бірақ та Мигель өзінің қателігін мойындамай винтовкасын қайтадан қолына алды. Тікелей эфир кезінде оқ атылды және де эфир дереу тоқтатылып қалды. Ал мұнда Оливейра кек алушыны кімді өлтіргенін түсінбей дал. Ал Нина болса осы сәтті пайдаланып тапаншаны алып Оливейраны атып тастады және де бұл жерден қашып кетті. Біздің басты кейіпкер Мигель полиция қызметкеріне берілді. Сөйтсе кек алушы Нинаны ойлап Гоместі өлтіруге қолы бармаған екен. Алайда атқан оғы Мачатоның денесін жалап өткен. Ал мұны көрген халық жаппай Мачатоны да жемқор саясаткер деп ойлап қалды. Соның кесірінен Мачатоның сайлау алдындағы рейтингі түсіп кетті.
Сайлау күні жетті. Мигель өзінің абақтысында жаттығу жасап жатыр. Осыдан кейін Гоместің сайлауда жеңіске жеткені белгілі болды. Агенттер Мигельді камерасынан шығарып жауап алу бөлмесіне апарды. Бұл жерде оны өзінің бастығы күтіп отыр. Сонда агенттер Мигельді ұрып соға бастады. Ал бастығы болса, сен басқа жақты таңдадың деп агенттерге оны өлтіруді бұйырып, өзі шығып кетті. Алайда біздің батыр ебін тауып, агентті қолындағы шынжырымен қылғындырып өлтірді. Осыдан кейін кек алушы қоймадан бір сөмке қаруды алып Гоместің ғимаратына келді. Бұл жерде күзетшілерді бірінен соң бірін өлтіріп, Гоместің кабинетіне келіп, оны еш ойланбастан атып тастады. Осыдан кейін артынан тапанша тақап тұрған 10 шақты күзетшіні көрді. Сонда кек алушы қолына детонаторды алып, жертөледе көлікке орнатылған бомбаны іске қосты. Осылайша ғимараттың түгелдей күл-талқаны шықты. Ал келесі күні құтқарушылар ғимарат үйінділер арасынан кек алушының бетпердесін тапты. Бірақ та жақын жерде оның денесі көрінбейді. Ал фильмнің соңында бетіне газ қағар киген қылмыскер кезекті бір шенеулікті атып өлтіруде. Алайда бұл кек алушының өзі ме, әлде оған еліктеп шыққан ізбасар ма? Нақты белгісіз. Ал сіз қалай ойлайсыз? Өз ойыңызды комментарийге қалдырыңыз. Достар, экранға шыққан басқа да бейнелерімді көруді ұмытпаңыз. Және де арнаға тіркеліп лайк басып кетейік.